4 қаңтар еді. Қыз Шығыс Қазақстан Аягөз қаласы. Сол күні бір қарапайым отбасында ол дүниеге келді. Ешкім ол сәтте бұл баланың артында үлкен әулет, ұзақ жол, талай өмір жатқанын білген жоқ. Оның есімі Нұрлан еді. Нұрланның балалығы қала мен ауылдың арасында өтті. Аягөзге жақын Қарағаш ауылында өсті. Ауыл оның алғашқы мектебі болды. Сабырды да, еңбекті де, үлкенге құрметті де сол жерден үйренді. Бірақ оның балалығы тек тәртіп пен жұмысқа толы болған жоқ. Қарағашта ауыл өмірі өзінше қызық еді. Бірде үйдегі шкафтың ішіне тұрған қызыл түсті бөтелкені көрді. Бала көңіл қызық көрді. Үйде жалғыз қалған Нұрлан байқап көрді де, көп ұзамай үй ішінде домалап жатқан жерінен ата-анасы кіріп келді. Сол күн ауылда ұзаққа дейін күліп еске алынған еді. Дағы бір жолы ауылға ауданнан комиссия келгенде, балалық тентектік пен реніш аралас бір әрекет жасады. Дастарханға қойылған шампан бөтелкесін білдірмей алып кетіп, қарындасымен бірге бөлісіп ішті. Бұл сол заманның, сол ауылдың балалық еркелігі еді. Нұрлан еркіндікті жақсы көрді. Балабақша оған тарлық ететін. Бір күні анасы Бақыт көрші Надя апамен сөйлесіп тұрған сәтте, Нұрлан балабақшадан қашып шығып, анасы үйге жеткенше өзі әлде қашан үйде отырған. Тағы бір жолы қашпақ болып жүріп, әйнекке сүрініп, мұрнын кесіп алды. Сол кішкентай тыртық бүгінге дейін балалық шағының белгісінде сақталып қалды. Жасөспірім шағында тығылып темекі тартып көрген кездері де болды. Бірде анасы мен Ләззат апай клубтың маңайынан ұстап алуға шақ қалғанда, есті білдірмейін деп жапырақ шайнап үлгергені де бар. Сол жылдары қалжыңдап, Гутярдың қызын алсам, күнде бор шешемін деп жүретін. Нұрлан жылқыға да жақын болды. Асау жабағыларды сабырмен үйрететін, жылқы мінезін түсінетін. Мүмкін адамдарды да солай түсіне бастаған шығар. Уақыт өте ол ері жетті, мектеп бітірді, өмірінен өз орнын іздеді. Ақыры туған ауылына қайта оралып, елге қызмет етудің қадірін түсінді. Сол жылдары ол мектепте технология пәнінен сабақ берді. Балаларға еңбек етуді, қолмен жұмыс істеуді, жауапкершілікті үйретті. Дәл сол кезде өміріндегі ең маңызды адамды жолықтырды. Оның есімі Үмітхан еді. Осы кездесуден кейін Нұрлан үшін өмірдің нағыз мәні басталды. 1979 жылы тұңғыш қызы Қаламқас дүниеге келді. 1991 жылы ұлы Мерей өмірге келді. 1997 жылы отбасы ата-анасының қасына Семей қаласына көшті. Әкесі Төлеуғали 2 бөлмелі пәтер дайындап қойды. Ал ата-анасы Бақыт пен Төлеуғали көрші Сангородок ауданында тұрды. Өмір оңай болған жоқ, бірақ еңбек пен төзім бар еді. Үмітхан аялдамада кішкентай қоңыр чемоданмен тәттілер сатып, отбасына үлес қосты. Ал Нұрлан да қарап отырмай, түрлі жұмыстар істеп, шаңырақтың тірегіне айналды. 2001 жылы кенже ұлы Нұрасыл да дүниеге келді. 2002 жылы тағы бір бетбұрыс болды. Інісі Ержан Астананың Юго-Восток ауданынан жер алды. Сол жерде тек ер азамат бауырлар бірігіп, үй салып бір-біріне тірек болды. Ал әпке қарындастары өз отбасымен бөлек өмір сүріп жатты. Ләззат Өскеменде, Ботагөз бен Ақмарал Астанада. Кейін әркім өз жолын тапты. Нұрлан Жібек Жолы ауданынан жер алып, өз үйін тұрғызды. Оның арманы қарапайым еді. Әкесіндей болу, балаларды оқысын, адам болсын. Бұл арман орындалды. Қызы Қаламқас Алматыдағы физика-математика мектебін бітіріп, кейін болашақ бағдарламасымен Лондонда білім алды. Ұлы Мерей Астанадағы аграрлық университеттен кейін Германияда оқуын жалғастырды. Бүгінде Нұрлан немере мен жиеннің ортасындағы ақыл иесі. Қаламқастан 4 жиен, Мерейден 4 немере, Нұрасылдан 1 немере. Жақында әулетке тағы бір қуаныш қосылды. Мансұр немересінің өмірге келуімен Нұрлан атаны шын жүректен құттықтаймыз. Бұл байлық емес, бұл атақ емес, бұл өмірдің өзі.